Сіз орта ғасырда немесе ежелгі заманда әйелдер тек үй шаруасымен, бала тәрбиесімен айналысқан деп ойласаңыз, онда сіз түркі дүниесінің тарихы жайлы оқымағансыз. Батыс пен шығыс әйел құқығын енді талқылап бастаған кездері Орта Азия және Ұлы далада әйелдер ерлермен бір теңде мемлекетті басқарып, заң шығарып, қол-қолдан әскер бастап соғысқа аттанып жүрген. Дәл осындай тарихта аты қалған түркі әлемінің 5 танымал патшайымын сіздерге таныстырғымыз келіп отыр. Бұл сөйле арнасы және көпшілік біле бермейтін, бірақ есімі әлемді дүркіреткен 5 түркі әйелі жайлы бүгінгі видеода айтатын боламыз. Видеоға лайк басып, арнаға тіркелуді ұмытпаңыз, ал біз бастаймыз. Томирис патшайым. Оны көбіне кек алушы ана ретінде біледі, бірақ тарихи деректер оның ірі саясаткер болғанын да дәлелдейді. Геродот жазбаларына сүйенсек, Томирис сақ қоғамында заң үстемдігін қорғаған ресми монарх. Күйеуі өлген соң таққа отыруы оның тайпалар алдындағы жоғарғы саяси беделінің айғағы. Ол елшілік институтын қалыптастырып, сыртқы саясатты дербеш жүргізді. Парсы патшасы Кир алғашқыда Томириске үйлену арқылы сақ жерін соғыссыз иемденбек болды. Бірақ патшайым бұл қулықты бірден сезіп бас тартты. Бұл оның геосаяси жағдайды дәл болжаған дипломат екенін көрсетеді. Оның билеушілік сипаты Кирге жолдаған ультиматумында анық көрінеді. Ол өз хатында былай дейді: парсылардың әміршісі, өз еліңді басқар да біздің елімізді қалай басқарып отырғанымызға қызғанышпен қарама. Бұл екі дербес мемлекеттің шекарасын шегендеген ресми құжат болған еді. Майданда ол суық қанды бас стратег ретінде әрекет етті. Жауын далаға алдап кіргізіп, қоршауға алу тактикасымен заманның ең қуатты империясын күл-талқан етті. Томирис дала заңын әлемдік державаға мойындатқан тұңғыш темір патшайым ретінде тарихта қалды. 6 ғасыр. Византия империясының тарихшысы Иоанн Малала өз жылнамаларында бір есімді атайды: Буарикс немесе Буа ханша. Ол ғұндардың Савир тайпасының ресми билеушісі болды. Күйеуі Балақ хан қайтыс болғанда, Буарикс билікті уақытша ұстаушы, яғни регент емес, толыққанды мемлекет басшысы деп танылды. Оның қол астында 100 мыңнан астам әскер болған. Ол заман үшін бұл алып күш. Ресми деректерде Буа ханшаның Византия императоры Юстиниан біріншімен тең дәрежелі дипломатиялық одақ құрғанын растайды. Ол өз елдің ішкі заңдарын бұзып, сасаниттермен, яғни парсылармен астыртын келісім жасаған екі ғұн князін өз үкімімен тұтқындап, кісендеп Константинопольге императорға сыйлық ретінде жіберген. Бұл оның тек әскер басы емес, заң мен тәртіпті темірдей ұстаған саясаткер болғанының дәлелі. Түркі тарихында Буа ханшаның есімі жайлы айтылатын ақпарат тіптен аз. Дегенмен ежелгі батыс тарих жылнамаларында бұл әйел сол кездегі ұлы императорлармен тең дәрежеде билік құра білген саясаткер ретінде қалды. 13 ғасырдың басындағы Хорезм Шахтар империясы. Көптеген тарихшылар мемлекеттің құлауына Сұлтан Мұхаммедті кінәлайды, бірақ іс жүзінде бұл кезде билік тізгіні оның анасы, Қыпшақ қызы Түркен хатунның қолында еді. Тарихшы Анна Сави оның жеке мемлекеттік мөрі болған жазады. Онда барлық мұсылмандардың әміршісі Улуғ хатун деп қашалған. Патшайымның жарлықтары сұлтанның бұйрығынан да жоғары жүрді. Ол мемлекет ішінде көлеңкел үкімет пен тек қыпшақтардан тұратын жеке әскери гвардия құрды. Ең мықты қолбасшылар сұлтанға емес, тікелей Түркен хатунға ант берді. Тіпті Шыңғыс хан Хорезмге елші жібергенде сыйлықтардың тең жартысын арнайы осы ханымның сарайына бағыттаған. Түркен ханым шығыс тарихында сұлтанды да, әскерді де, заңды да өз уысында ұстаған ең қауқарлы әйел билеуші ретінде есте қалды. Осылайша Хорезм шах мемлекетінің қирау кезеңінде тақтағы тізгінді ұстаған еркек емес, өте танымал ұлы патшайым болғанын біле жүрейік. Енді таяу шығысқа көшейік. Мысырда әйгілі Клеопатрадан басқа ұлы әйел билеуші болмаған деп ойласаңыз, сіз қателесесіз. Ол түркі қызы Шаджар ад-Дур. 1250 жылы ол Мысырдың толыққанды сұлтаны болып сайланды және мемлекетті ресми басқарған Клеопатрадан кейінгі жалғыз әйел ретінде тарихта қалды. Бұл жай ғана лауазым емес еді.
Ол мұсылман әлеміндегі ең жоғарғы екі ресми билік белгісіне ие болды. Біріншісі, Каир мешіттерінде жұма намазында хұтпа оқылғанда оның есімі сұлтан ретінде аталды. Екіншісі, оның атымен ресми мемлекеттік алтын динарлар соғылды. Бүгінде ол тиындар әлемдік музейлерде сақтаулы. Оның ең үлкен әскери ерлігі 7-ші крест жорығы кезінде француз королі Людвиг IX Мысырға басып кіреді. Шаджар ад-Дур әскерді жұмылдырып, кірісшілерге қарсы стратегиялық соққы береді. Нәтижесінде Франция королінің өзі тұтқынға түсіп, Мысырға үлкен көлемде төлемақы төлеуге мәжбүр болады. Осылайша Шаджар ад-Дур Еуропа королін тізе бүктірген жалғыз мұсылман түркі әйел ретінде тарихта қалды. 5-ші тұлға Қазан хандығының билеушісі Сүйінбике ханым. Оны көбіне трагедиялық тұлға ретінде сипаттайды. Бірақ орыс мемлекеттік архивіндегі посольские книги, яғни елшілік кітаптары оның мықты реформатор болғанын көрсетеді. Ұлы Өтеміскерей жас болғандықтан Сүйінбеке елді регент ретінде басқарады. Ол таққа отырған бойда үлкен салық реформасын жасайды. Шаруалар, қолөнершілер мен саудагерлердің салығын азайтып, мемлекеттік қазынаны реттеудің жаңа жүйесін енгізеді. Бұл халықтың оған деген махаббатын арттырады. Мәскеу князьдігімен дипломатиялық келіссөздерді өзі жүргізген. Иван Грозный Қазанды қоршауға алғанда, Сүйінбеке қала қорғанысын ұйымдастыруға тікелей жарлықтар беріп, әскери кеңесті де өзі басқарған. Ол жай ғана жылап айырылысқан ханым емес, өз халқының мүддесі үшін соңына дейін күрескен саяси қайраткер болып тарихта қалды. Түркі тарихында ер азаматтар сияқты мемлекетті басқарып, қиын сәтте тұзақтан аман алып шыққан әйелдердің мысалы дәл осы Сүйінбике ханым. Біз мықты әрі қайратты әйелдер жайлы айтқан кезде Франциядағы Жанна д'Арк, Осман империясындағы Көсем сұлтан немесе Қытайдағы Цыси патшайымды жиі еске аламыз. Дегенмен түркі әлемінде осындай аты жиі айтыла бермейтін, дегенмен өз кезіндегі тарихтың үлкен бөлшегі болып қалған әйелдердің саны біз білгеннен де көбірек болуы мүмкін. Олардың бір шамасы ресми билік мөрін қолына алып, өз атынан ел биледі. Ал тағы бір жартысы ұлдары, бауырлары, әкелері немесе жарларының қасында елдің әлеуетіне үлкен үлес қосу үшін жұмыс істеді. Дегенмен бұндай әйелдердің саны бүгін біз атаған бесеуден де көп болуы мүмкін. Сондықтан дәл осындай батыл, өз кезеңінде алпауыт, қиын тарихқа қарамастан өз атын осы тарихтың бетіне алтын әріппен қалдыра алатындай күші бар әйелдер жайлы жиі айтып отыруымыз керек. Дәл осындай ақпараттармен қамтылып отыру үшін біздің арнамызға тіркелуді ұмытпаңыз. Видео ұнаса, тарихты жақсы көретін досыңа жіберіп, пікірге тағы қандай батыр әйелдер жайлы білетініңізді жазып кетіңіз. Тарихтан тағылым ала жүрейік. Сіздермен болған Сөйле арнасы келесі кездескенше.